Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығатын тамаша бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Сіз дәл осы рецептпен дайындап көретін болсаңыз, тек осы рецептпен пісіретін боласыз. Сол үшін видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен бізге керек болады жылы сүтіміз, жылы су, жоғары сұрыпты ұнымыз, майонез, 2 жұмыртқа және тұз, ашытқы, құмшекер керек болады. Жылы суымызды, жылы сүтімізді және тұз, құмшекер, ашытқымызды және де 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне майонезімізді салып, барлығын біркелкі етіп араластыратын боламыз. Ашытқымыздың сроғы өтпеген, жаңа және көп қолданыста болмай қалған ашылған ашытқыны қолданудың қажеті жоқ. Ол кезде біздің қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін, сол үшін жаңасын пайдаланғаныңыз жөн. Електен өткізілген ұнымызды осы сұйық массамыздың үстіне 3 бөліп салатын боламыз. Біздің ұнымыздың тығыздығы әртүрлі болуына байланысты мөлшерден артық немесе кем болып қосылуы мүмкін. Менде 900 граммдай ұн қосылды. Осы барлық ұнымызды қосқаннан кейін бізде қолға жабысатын қамыр шығады. Осы қамырымызды енді 1,5 сағатқа бөлме температурасына қалдыратын боламыз. Бізде 1,5 сағат өтті. Біздің қамырымыз әп-әдемі болып осылай көтерілді. Осы қамырымызды енді ұнға аунатып 3 бөлікке бөлетін боламыз. Құрметті көрермендер, қазақ тілді арнаның көбеюіне өз үлестеріңізді қосу мақсатында маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Және де менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді қамырымызды ұнға аунатып болғаннан кейін оны 3 бөлікке бөлеміз. Осы 3 бөлігімізді 10 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Бетін жауып қалдырғаннан кейін біздің қамырымыз өз-өзіне келіп жайылуға ыңғайлы болады. Екі жағына ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен домалақ пішінге келтіріп жайып шығамыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей қалыңдықта болады, жұқа қуудың қажеті жоқ. Осы қамырымызды кеспес бұрын 5 минутқа қалдырамыз. Одан кейін осындай формалармен кесіп шығамыз, немесе төртбұрышты өзіңіздің қалауыңыз бойынша кесіп шықсаңыз болады. Бауырсақтарымыздың барлығын кесіп болғаннан кейін 10 минутқа бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Одан кейін қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды 2 беті қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Бауырсағымыз көтеріліп келе жатқан кезде екінші бетін аунатамыз. Одан кейін екінші беті қызарғаннан кейін қайттан екінші бетіне аунататын боламыз. Майымызды бас кезінде қатты қыздырып аламыз. Одан кейін орташадан төмен отта пісіріп алатын боламыз. Егер сіз қатты отта пісіретін болсаңыз, бауырсақтарыңыздың арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сол үшін орташа отта пісіргеніңіз жөн. Екі беті қызарғаннан кейін бауырсақтарымыз дайын болады. Ыдысымыздың астына салфетка төсеп қойып, барлық бауырсақтарымызды соның үстіне салып шығатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Егер сізге менің видеом ұнаған болса, маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Және де менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Сіздермен болған әсем, соңына дейін көргендеріңізге көп